Барлықтарыңызға сәлем, сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Бравл пасты тегін алаларыңыз келсе, сразу бастамай ақ қояйын жарайды. 10 подписчик болды, рахмет барлықтарыңызға. Енді Бравл пасты 10 подписчиктен Бравл пасты 10 Бравл пасты тегін алғыларыңыз келсе достар, 20-дан астам осы видеоға лайк пен 35-тен астам подписчик болсын. Сол жерде мен сіздерге Бравл пасты қалай тегін алу керек екенін көрсетемін, бірақ негізі тегін деген нәрсе өте қиын. Тегін деген нәрсе өте қиын. Сондықтан да оған мен қатты сенімдімін. Тексерген жоқпын достар. Оған бару үшін 170 гем ба, Бравл пас алу үшін, немесе 10 ретін қосып алу үшін 249 гемді сақтап отырыңыздар. Жоқ, тек осы сезонды кім алғысы келеді, соған істеп көрмесем, әйтпесе не болады, шынымен де алынып кетуі мүмкін. Ал алынбасам сіздердің 170 гемдарыңыз солай қалады да, 170 гемдарыңыз солай орында қалады да, ama өзімен өзі ашылып кетеді. Қалай екенін түсінусіз, білмеймін. Мүмкін алынып кетуі мүмкін. Сондықтан тек осы сезонда алам дегендеріңіз ғана жасамасаңыздар, шынымен де алынып кетуі мүмкін. Сондықтан менімен бірге мүмкін тегін алып қаларсыздар. Ал ана 170 гемді келесі сезонға сақтап, немесе басқа скиндар аларсыздар. Ол үшін 20 лайк, осы видеоға 20 лайк жинап тастасаңыздар болады, өтініш. Және 35-тен астам подписчик болсыншы. Неге сонша көп деп ойлаған шығарсыздар, бірақ қатты көп емес қой. Бірақ қатты көп емес. Өйткені деген енді сондай тегін нәрсе үшін солай аңдақпен мен сіздерге көрсетсем, негізі солай жинап тастасаңыздар жақсы болады достар. 20 лайк және 35-тен астам тіркелуші. Достар, осымен айтарым бітті. Сіздермен болған кездескен. Сау болыңыздар достар.